Ораза ұстау көп ғасырлардан бері келе жатқан әдет. Бұл тек бір-екі тамақты өткізіп жіберу емес. Ораза белгілі бір уақыт аралығында тамақ ішпеуді таңдау деген сөз. Адамдар оразаны әртүрлі себептермен ұстайды. Кейбіреулері діни нанымдарына байланысты, рухани жолдарының бір бөлігі ретінде ұстайды. Басқалары денсаулығын жақсарту үшін, денесінің жұмысын жақсарту үмітімен ұстайды. Негізгі идея ас қорыту жүйесіне демалыс беру. Тамақ ішуді тоқтатқанда, денеңіз жиналған энергияны қолдана бастайды. Бұл процесс денсаулығыңызға көптеген әсер етуі мүмкін. Жақсы да, жаман да. Сондықтан, бастамас бұрын оны толық түсіну өте маңызды. Ораза ұстаудың көптеген әртүрлі жолдары бар. Әр әдістің өзіндік ережелері мен ұзақтығы болады. Ең танымал түрлерінің бірі үзік ораза деп аталады. Бұл күн сайын белгілі бір уақыт аралығында ғана тамақтануды қамтиды. Мысалы, сіз барлық тамағыңызды түскі сағат 12 мен кешкі 8 аралығында ішіп, содан кейін қалған 16 сағат ораза ұстауыңыз мүмкін. Тағы бір түрі су оразасы. Мұнда адам бір немесе одан да көп күн тек су ішеді. Сондай-ақ, тек жеміс пен көкөніс шырындарын ішетін шырын оразалары да бар. Бұл әртүрлі тәсілдер әртүрлі қарқындылық деңгейлерін ұсынады, және әртүрлі мақсаттар мен өмір салтына сәйкес келеді. Ораза ұстаудың негізгі қағидасы – денеге үздіксіз ас қорыту жұмысынан демалыс беру. Біз тамақ ішкен сайын, денеміз тамақты ыдыратуға, қоректік заттарды сіңіруге және қалдықтарды шығаруға көп энергия жұмсайды. Біз ораза ұстағанда, бұл энергияны басқа маңызды процестерге бағыттауға болады. Мұны қарбалас зауыт жұмысшысына демалыс бергенде елестетіңіз. Осы бос уақытта жұмысшы ақыры шеберхананы тазалап, сынған машиналарды жөндеп, құралдарды реттей алады. Сол сияқты, денеңіз ораза кезеңін ескі жасушаларды тазалауға, тіндерді қалпына келтіруге және жүйелерін теңестіруге пайдаланады. Бұл процесс аутофагия деп аталады. Оразаны аштықпен шатастырмау өте маңызды. Аштық дененің өте ұзақ уақыт бойы жеткілікті қоректік заттарды алмауы, және ол еріксіз әрі зиянды. Ал ораза белгілі бір мақсат үшін, белгілі бір шектеулі уақытқа тамақтан бас тартудың бақыланатын және ерікті таңдауы. Негізгі айырмашылық бақылау. Дұрыс ораза ұстағанда, сіз қашан бастайтыныңызды және қашан тоқтататыныңызды өзіңіз басқарасыз. Бұл бақылау оны денсаулық үшін ықтимал құрал етеді. Бірақ бұл сонымен қатар бүкіл процесс барысында жауапкершілікпен қарап, денеңіздің сигналдарын тыңдауыңыз керек дегенді білдіреді. Оразаның ең көп айтылатын пайдаларының бірі, оның салмақты басқаруға көмектесу мүмкіндігі. Ораза ұстағанда, денеңізде тамақтан алатын әдеттегі энергия көзі болмайды. Сондықтан, ол жиналған майды энергия ретінде жаға бастайды. Бұл уақыт өте келе салмақ жоғалтуға әкелуі мүмкін. Мысалы, үзік ораза ұстайтын адамдар тамақтану уақыты қысқа болғандықтан, жалпы калорияны аз тұтынатынын байқауы мүмкін. Бұл калория тапшылығы салмақты басқарудың қарапайым және тиімді жолы. Бұл сикырлы шешім емес, бірақ тұрақты нәтижелер үшін салауатты диетамен және тұрақты жаттығулармен бірге пайдалы стратегия болуы мүмкін. Ораза жасушалық денсаулық үшін де өте пайдалы болуы мүмкін. Ол аутофагия деп аталатын процесті іске қосады. Бұл сіздің жасушаларыңызды терең тазалау сияқты. Аутофагия кезінде денеңіз ескі, зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемейтін жасушалар мен жасуша бөліктерін анықтап, оларды жояды. Бұл жаңа, сау жасушалардың өсуіне жол ашады. Мұны денеңізге микроскопиялық деңгейде көктемгі тазалау ретінде қарастырыңыз. Бұл жасушалық жаңару процесі кейбір аурулардан қорғауға және қартаю процесін баяулатуға көмектеседі деп есептеледі. Жасушалық қоқыстарды тазалау арқылы денеңіз тиімдірек жұмыс істеп, денсаулығын тиімдірек сақтай алады. Тағы бір маңызды пайдасы – инсулинге сезімталдықтың жақсаруы. Инсулин – денеңіздің қандағы қант деңгейін бақылауға көмектесетін гормон. Инсулинге сезімталдығыңыз төмен болса, екінші типті қант диабетінің даму қаупі жоғары болады. Ораза денеңіздің инсулинге жауап беру қабілетін жақсартуға көмектеседі. Бұл сіздің денеңізге қантты қаннан жасушаларға тасымалдау үшін аз инсулин қажет етеді дегенді білдіреді. Мысалы, зерттеулер тіпті қысқа мерзімді оразаның қандағы қант деңгейінің айтарлықтай төмендеуіне және инсулиннің жұмысын жақсартуға әкелетінін көрсетті. Бұл оны қандағы қантты басқару және диабет қаупін азайту үшін күшті құрал етеді. Сонымен қатар,
Кейбір зерттеулер оразаның ми денсаулығына пайдалы екенін көрсетеді. Денеге көмектесетін процестер, мысалы қабынуды азайту және жасушалық қалпына келтіруді жақсарту миға да пайдалы. Ораза жаңа жүйке жасушаларының өсуіне ықпал етуі және ми жасушаларын зақымданудан қорғауы мүмкін. Жануарларға жүргізілген кейбір зерттеулер оразаның Альцгеймер және Паркинсон сияқты нейродегенеративті аурулардан қорғай алатынын көрсетті. Адамдарға қатысты көбірек зерттеулер қажет болғанымен, бастапқы нәтижелер үміт береді. Денеңізге тамақтан демалыс беру миыңызға да қалпына келуге және өзін нығайтуға мүмкіндік беретін сияқты. Оразаның көптеген потенциалды пайдасы болғанымен, ол барлығына бірдей қауіпсіз емес және елеулі қауіптерге ие болуы мүмкін. Негізгі қауіптердің бірі сусыздану. Тамақ ішпеген кезде тамақтан келетін су мөлшерінде жоғалтасыз. Егер ораза кезінде жеткілікті су ішуге мұқият болмасаңыз, оңай сусыздануыңыз мүмкін. Бұл бас ауруына, бас айналуға, шаршауға, ал ауыр жағдайларда бүйрек проблемалары сияқты елеулі денсаулық проблемаларына әкелуі мүмкін. Ораза кезінде дұрыс сусызданбау үшін көп су, шөп шайын немесе басқа калориясыз сұйықтықтарды ішу өте маңызды. Бұл ешқашан ескерілмеуі тиіс қарапайым ереже. Ораза дұрыс жоспарланбаса, тым ұзақ немесе тым жиі жасалса, қоректік заттардың жетіспеушілігіне де әкелуі мүмкін. Денеңіз дұрыс жұмыс істеу үшін витаминдердің, минералдардың және басқа да маңызды қоректік заттардың тұрақты жеткізілімін қажет етеді. Ұзақ ораза денеңізді осы маңызды элементтерден айыруы мүмкін. Мысалы, натрий, калий және магний сияқты электролиттердің жетіспеушілігі бұлшықет құрысуларына, әлсіздікке және жүрек ырғағы проблемаларына әкелуі мүмкін. Ораза ұстайтын адамдар оразаны бұзған кезде, қоректік заттарға бай тағамдарды қайта енгізуге мұқият болуы керек. Ұзағырақ оразалар үшін кейде қосымшаларды қабылдау қажет болады, бірақ тек медициналық қызметкердің басшылығымен. Кейбір адамдар ораза ұстаудан мүлдем аулақ болуы керек, өйткені қауіптері тым жоғары. Бұған сәбилері үшін қосымша қоректік заттарды қажет ететін жүкті немесе емізетін әйелдер кіреді. Тамақтану бұзылыстарының тарихы бар адамдар да ораза ұстамауы керек, өйткені бұл тамаққа қатысты зиянды әдеттер мен ойларды тудыруы мүмкін. Бірінші типті қант диабеті, төмен қан қысымы немесе бүйрек ауруы сияқты медициналық жағдайлары бар адамдар өте сақ болуы керек. Олар үшін ораза қандағы қанттың қауіпті төмендеуіне немесе мүшелеріне тым көп күш түсіруі мүмкін. Бұл барлығына бірдей жарайтын тәжірибе емес. Бір адамға пайдалы нәрсе басқасына өте қауіпті болуы мүмкін. Ақырында, оразаны дұрыс бұзбау оразаның өзі сияқты қауіпті болуы мүмкін. Бұл әсіресе 24 сағаттан астам ұзақ оразадан кейін дұрыс. Егер сіз оразадан кейін бірден үлкен, ауыр тамақ ішсеңіз, бұл ас қорыту жүйеңізді шамадан тыс жүктеуі мүмкін. Бұл асқазан ауруына, іштің кебуіне және жүрек айнуына әкелуі мүмкін. Өте сирек жағдайларда, ұзақ оразадан кейін, рефидинг синдромы деп аталатын жағдай пайда болуы мүмкін. Бұл сұйықтықтар мен электролиттердің қауіпті ауысуы. Оразаны сорпа, йогурт немесе кішкене жеміс сияқты кішкене, оңай қорытылатын тағамдармен ақырын бұзу маңызды. Бұл денеңізге баяу және қауіпсіз түрде қалыпты тамақтану әдеттеріне оралуға мүмкіндік береді. Дұрыс дайындық, қауіпсіз және сәтті ораза тәжірибесінің кілті. Денеңізді дайындамай, кенеттен ұзақ оразаға кіріспеуіңіз керек. Бастамас бұрын, бірнеше күн бұрын кішірек, жеңіл тағамдарды жеуді бастаңыз. Жемістер, көкөністер және майсыз ақуыздар сияқты тұтас тағамдарға назар аударыңыз. Сондай-ақ өңделген тағамдарды қантты және кофеинді диетаңыздан азайту, немесе толығымен алып тастау маңызды. Бұл біртіндеп өту денеңізді ораза күйіне оңай енгізуге көмектеседі, және бас ауруы немесе аштық сияқты ықтимал жанама әсерлердің қарқындылығын азайтады. Сондай-ақ, оразаны бастамас бұрын, жеткілікті су ішкеніңізге көз жеткізіңіз. Оразаны бастағаннан кейін, денеңізді тыңдау ең маңызды ереже. Бастапқыда аздап аштық сезіну немесе энергияның төмендеуі қалыпты жағдай. Алайда, кез келген елеулі ескерту белгілеріне мұқият назар аударуыңыз керек. Егер сіз қатты бас айналуды, әлсіздікті, естен тануды, немесе қатты бас ауруын немесе жүрек қағуын сезінсеңіз, бұл денеңіздің бірдеңе дұрыс емес екенін білдіретін белгі. Мұндай жағдайларда оразаны дереу тоқтатып,
кішкене, жеңіл тамақ ішкен дұрыс. Денеңізді шегінен тыс итеру денсаулыққа зиянды. Бұл қауіпті. Нағыз күш қашан тоқтау керектігін, және өзіңізге қалай қамқорлық жасау керектігін білуде. Оразаны аяқтағаннан кейін, тамақты қалай қайта енгізу керектігі өте маңызды. Жоғарыда айтылғандай, баяу бастаңыз. Ас қорыту жүйеңіз демалып жатты, сондықтан оны ақырын оятуыңыз керек. Оңай қорытылатын тағамдардың кішкене бөліктерінен бастаңыз. Сүйек сорпасы, буда пісірілген көкөністер немесе кішкене йогурт тамаша таңдау. Оразадан кейінгі алғашқы 24 сағат ішінде ауыр, майлы немесе қантты тағамдардан аулақ болыңыз. Бұл мұқият тәсіл ас қорыту ыңғайсыздығын болдырмауға көмектеседі, және оразаның пайдасын ешқандай жағымсыз салдарсыз толықтай пайдалануға мүмкіндік береді. Оразадан кейінгі тамақтарды жоспарлау оразаның өзін жоспарлау сияқты маңызды. Ең бастысы, кез келген ораза режимін бастамас бұрын, әсіресе 24 сағаттан астам болса, әрқашан дәрігермен немесе тіркелген диетологпен кеңесуіңіз керек. Медициналық маман сіздің жеке денсаулық жағдайыңызды бағалап, оразаның сіз үшін қауіпсіз нұсқа екенін айта алады. Олар сіздің мақсаттарыңызға сәйкес келетін оразаның ең жақсы түрі туралы жеке кеңес бере алады, және қауіпсіз жоспар жасауға көмектеседі. Олар сондай-ақ денсаулығыңызды бақылап, ықтимал проблемаларды бақылауға көмектеседі. Сіздің денсаулығыңыз, ең құнды байлығыңыз, және кәсіби басшылық пен саналы шешімдер қабылдау, ораза сияқты тәжірибелерді зерттеудің ең ақылды және қауіпсіз жолы.